Ассалаумағалейкум, қадірменді жамағат, қадірменді әлеумет. Бүгін біз енді өткен сабағымызда айтып кеткеніміздей, мынау о дүние жайлы, алла деген сөз жайлы, сөздің қалай жасалу жолын өткенде көрсеттік. Енді бүгін жалғастырайық соның несін, темасын. Енді мына жерде көріп отқандарыңыздай, мынау алла деген сөздің жасалу жолынан кейін бұл ана деген сөздер, мынау жұрнақтар, ан дегендер бар. Сосын жаңағы мынау бұлардың мән мағынасы бар. Мысал үшін айтқан кезде, былайша айтқан кезде мынадан ана деген сөз шығады. Бұлардың жасалу жолдары біздің тілімізге қалай байланған, ана дейді, одан кейін анна деген сөз шығады. Көрдіңіздер ме? Мына жаққа келген кезде алла дейді, бұның мағынасы бар өзіне тән, жеке-жеке. Былай қарасаң ана дейді, сосын кейін ата, апа деген сөздердің қалай жасалу жолдары. Одан кейін мына жерде мынау мінекей мына үйдің бейнесін көріп тұрсыздар. Бұл жерде жаңағы мына алла деген сөз тілімізге қалай байланып, сосын кейін мынау жаңағы о дүние, Құранды игеру жолында жаңағы о дүние, жұмақ, тозаққа не себепті бұл бөлінген. Енді бұл жердегі мынау ал деген сөздің мағынасына келген кезде, жаңа мына өздеріңіз көріп отқандай, бұл жерде мына а деген таңба двухскатная дома дейді. Н деген таңба мына үйдің астында амал етіп жатқан белгіден некелесу таңбасынан не береді, мәліметтер етеді. Сонда былайша айтқан кезде, мына жаңағы тілімізге байланған ал деген сөздің өзі, мен өткен жол бір немде айтып кеттім. Мына генетикалық кодтың мәні бойынша тілімізге байланған хозяин, копшки, каркасный информаторы деп. Міне соның негізінде бұл енді келеді дағы Құранның аятына жаңа мына Інжілдің ақпараты микрокосмостық жүйемен түсіріледі. Яғни адам баласын біз жаңа топырақтан, саз балшықтан илеп жараттық деп. Сол кезде мінекей осы мына жаңағы мына жұрнақтар келеді дағы сол мәліметтер бойынша үйлеседі. Айналып келген кезде. Енді бұл жердегі мағынаға келетін болсақ, а деген архитектурный строй, мына двухскатная дома деп бір комменттерімде жазған, бірақ ролигін шығарған. Мінекей мына жерде мысалы үшін двухскатная дома, мынаның төбесіндегі мына шифрланған нелерде қарасаңыздар, ол жерде а деген таңба бар. Н деген таңба уже қабырғаны тұрғызылған кезде астында некелесіп өмір сүріп жатырмын деген сөз. Мен енді ана Л деген таңба ходовой часть, конструкция, носитель, микробиологический конструкционный источник, қыз бала деп отырмын ғой. Міне осымен некелесіп сондай бір ненің астында өмір сүріп жатырмын деген сөз. Енді анау ан, біздің тіліміздегі ана деген, апа, ата деген жұрнақтар қалай бұл жерден шығып отыр. Көріп отырсыздар, мына таңбалар негізінде формула мәні бойынша осылардың трансзвуковой эхо дейміз ғой енді. Сөз магиясы дейміз, звуковой эхо, сөз магиясы. Тілге байланған дыбысталу мәнері бойынша жасалып жатқан осындай амалдардың таңбалар негізінде жасалып отқан әлем. Бұның негізгі несін білесіздер, Тәуратта Мұса пайғамбарға звуковой эхо, яғни Құдаймен тілдесу мәнері берілген оған. Одан кейін Иса пайғамбарға бұл технология берілді. Одан кейін Мұхаммед пайғамбарға бұл нәпсімен, жихад, нәпсімен күресу, шариғатты. Хранители, ангелы, хранители биологический корня дейді. Түбірдәнекті сақталып қалу жүйесі берілген Мұхаммед пайғамбарымызға. Енді бұл жерде келеді дағы мына Құран не себепті жаңағы мына жерде айтып өткеніміздей о дүние, сосын кейін 16, 19, 61, 91 кодтары бойынша о дүниелік ілім деп мысалы айтып жүрміз ғой қазір. О дүние дегенге барып кеп па, немесе жұмақ қайда, тозақ қайда деген сияқты. Құран не себепті бұндай параметрге бөлінген? Бұл 16, 19, 61 коды, сосын кейін жаңағы 4 тақтың негізінде язычный темалар, язычный тема үшін ол солай жасалған. Анау цифровой коды микрокосмоста көпшіктің қожайындарына берілген адамның кебіннің ішкі әлемі да. Ал ана о дүние деп отқаны для язычников дейді. Енді оны жаңағыдай расшифровка жасап, оның кәдімгі мән мағынасына келетін болсақ, жизнь начать с нуля деп айтылады. Тарихаттық өкілдер технологиялық индекс бойынша
жизнь начать с нуля дейді. С нуля деген сөз өмірді жаңадан бастау, жаңадан, былайша айтқанда, енді мына ондық өкілдердің тілінде жүр ғой, жизнь начать сначала деп, с нуля деп айтып жүр ғой. Міне соны мына жаңағы шариғаттағылар алфавитниктер, язычниктер дейміз енді. Айналып келген кезде, қазір енді шайтандар немесе сайтандар деп айтатын болса, бұлардың бәрінің жотасы ұстап, арқасы ұстап қалады бәріне. Біз сонда сайтанбыз ба деген сияқты, оның не екенін білмейді. Бұлар о деп оқиды, о таңбасы деп оқиды. Ал жаңағы мына айтып кеткеніміздей рух танымындағы таңбалардың әлемінде бұл нулевая индекс дейді, отключенный такты дейді. Енді 4 тақтының ішіндегі аталмыш жаңағы 16, 19, 61, 91 кодтары, бұның ішінде 4 тақтыға жіктелгенде кәдімгі контрольный жүйеге қойылады. Отключенный деп, для язычников отключенный дейді, сосын подключенный дейді, сосын заключенный дейді, и сосын отстраненный дейді. 16 цифровойдың мысалы 19 саны мынандай, немесе 61 саны мынандай, 91 саны мынандай деп айтылмайды, көрдіңіздер ме? Бұл жерде Алланың 99 есімімен жұмыс істеу мәнерінде бұлар кәдімгі сондай бір микрокосмостық жүйемен кәдімгі кітапқа жүйеленгенде өзінің мәнері бойынша қойылған. Ана 18 мың ғаламның жаңағы айтып өттік қой, Пифагор таблицасы дейміз ғой. Соның ішінде солай енгізілген. Оны мына біздер мысалы үшін тілдік мәнерлегілер о дүние деп оқиды. Сонан кейін о дүние қаяқтан десе, біреуі көкке шығарып жіберген, біреуі астына мына неге жаңағы жерге көміп тастаған. Бұл жердегі негізгі ақиқатына келген кезде не себепті Исаны көкте деп айтады. Не себепті жерден жаңағы діни аңыздардың мотиві бойынша қиямет күні Иса түседі, жерден мәді шығады деп айтады. Бұның негізгі себебі Иса пайғамбарға берілген миссия негізінде технологияны алып келген Иса пайғамбар екенін екінің бірі білмейді. Анау дінді насихаттайтындар, жаңағы язычный дейміз ғой, отключенный тақтыдағылар, бұлар кәдімгі мотив создания дейді. Просто бұлардың дәріптеушілер дінді, бітті. Бұлар кәдімгі ғылымның 1% ғылымның индексін жауып тастағанда, бұлар ешқандай олармен байланысамайды, тек дәріптеуді ғана біледі. Тілінде тербеледі 360 градустық, бітті. 36-тан 0,36 микрокосмостық ілімнен бұлар бейхабар. Бұлар ешқандай разработкадан өтпеген. Тек Фатиха сүресіндегі қоғамда ғана өткендер бар. Енді олардың өзі бұл ілімді түсінуінің өзі неғайбыл дүние дейді. Неғайбыл дүние, өйткені бұлар кәдімгі со скорости света зуылдап тұрған дүние, оны былайша айтқанда іле де алмайды, түсіне де алмайды, санасына зу етіп өтіп кетеді. Мінекей енді осындай нәрселер бұлардың бәрінің басын ашқаннан кейін бұлардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, мән мағына беріп, бұны ендігі алдағы уақытта бұл Құранды қалай игеру керек, қалай қою керек деген сияқты әңгімеге келеміз. Бәлкім игерілмесе, онда жаңағыдай таджал, осыдан келіп жаңағы таджал деген шығады, одан кейін мағди деген шығады. Мағди дегеннің өзі бұл мынау ықылас комплексі бойынша шығатын үмбеттер, ықылас комплексі жүйеленуге тиіс. Бұл тем более бұл мына неде қазақтың даласында хозяинами ковшика при былайша айтқан кезде присутствии, сол хозяина ковшиктардың былайша айтқанда танымымен, тағылымыменен келетін солардың нөмірі бірінші қожайын әлемдегі. Сол көпшікті жинау мәселесіне қойылып, соның темасы туындаған кезде болатын процесс. Енді айтып өткенімізде жаңағы діни мифтік аңыздар қайдан туады? Исаны не себепті көкте дейді? Көкте дейтін себебі, қазір өздеріңіздің тілдеріңізбен ғана айтайын, өйткені менің тілімде сіздер бұны түсіне алмайсыздар. Телепортациялы тамыр технологиясы дейді. Мен айттым ғой, жаңа Иса пайғамбар бұл негізінен аты келген кезде мынау технологияны өмірге алып келген. Діни анау миссионерлер оны тек қана сонау заманда қалай болған сондай не берілген жаңағы жұмбақталып інжіл жүйеленген сол төменмен әлі келе жатыр ғой, 21 ғасыр болды. Оның әлі технологияның қожайыны екенін, ол жаңағы мына өмірге алып келген амалдары бар екенін, қиямет күні мына көпшікті қалай жинау керек, қыз баланы қалай қорғау керек, бұлардың әлі темасы бар, әлі клонирование дейді. Сосын мынау шариғаттық нелер бар, жаңағы шариғаттық талаптарды қалай сақтап қалу керек. Мына жай язычниктер дейміз ғой, енді язычниктер дейді. Язычниктерге тыйым салынудың себебі неге? Өйткені бұлар ангел-хранители деп жаңа айтып кеттім. Ангел-хранители по звуковому магия слов дейді. Сөз сипатыменен бұлар кәдімгі отключенный тақтыға кетеді.
сөз сипатыменен. Өйткені бұларға жаңағы мынау калиман шахадаттың куәлігі, сосын періштелік адресациялар, региондық адрестер бойынша бұларға мынандай нәрсе берілмейді. Кім жаңағы сөз сипатымен кетті, кім сөз сипатына ілесті, мінекей бұлар уже былайша айтқан кезде 360 градустық жылдамдықтың индексі бойынша неге кетеді, отключенный тақтаға кетеді. Өйткені мына дүниемен жұмыс жасау дегеніміз уже бұларға міндеттелмейді, парыз етілмейді. Мына дүниенің уже реальный өмірде бұны бұл дүние деп атайды. А о дүниеге уже мына дүниенің атымен барған кезде уже бұл жерде запись копчикқа мүшені жинау мәселесі туындайды. Аналар уже міне сол үшін жаңағы мына Мұхаммед пайғамбарға терминологиялық әдебиет жасалды да Құран берілді. Көрдіңіз ба? Енді бұл жерде жаңағы отключенный тақты да бұлар кәдімгі ұлттық индекспен өздерінің түбірденектерін сақталып қалу жолында қалады. Мыналар уже разработкадан өтіп, періштелік әлемге өтіп, одан ары қарай уже космополитический планетарный масштабқа шығып кетеді. Міне енді осының жолында жаңағы куәлік етілмейтін жаңағы былайша айтқан кезде бұның өзін кәдімгі 50%-ға дейін шектеу мәселесі туындайды Құранды игеру үшін. Неге бұның бәрін массовый жаңағы мемлекет деген дүниенің атымен уже бәрін орап алуға болмайды. Өйткені кәдімгі ол оталып тұрған бір двигатель сияқты да бәрін орап әкетеді. 36-тан 036 кодын уже игеру үшін оларды кәдімгідей өшіру керек, шектеу керек олардың бәрін. Мінекей ашық қанат, жабық қанат деп бұлардың бәрі келеді. Сонан кейін осылардың жолында уже жаңағы мына ақшаны да қию мәселесі, по записям копшик дейді, по плюсу и по минусу деп келеді. Бұлардың бәрінің өз алдына бұлардың барлығы да жеке тема. Мінекей осындай мәселелер бар. Енді жаңа айтып кеткеніміздей, бұл мәселе жаңағы мына телепортациялық тамыр технологиясы, перегонка измерения дейміз, функция 13 военный. Оның үстіне мынау человек измерениясы аяқталып, адам эволюциясы басталатын кезде болатын құбылыс бұның бәрі. Адам эволюциясы дегеніміз уже көпшікті жинау. Енді мынау шайтандар жасаса, енді мен өз тіліммен айтқан кезде сіздерге ол біртүрлі тиюі мүмкін. Мына шайтандар жасаса кәдімгідей денесін кесіп, тіліп, жаңағы о дүниенің бәрін түгел, біреу көктен, біреу жердің астынан іздеп, сөйтіп тігіп жинайды. Енді мына құлшылықтағы жындар жасаса, бұл кәдімгі Құранның жолымен, енді шариғаттық талаппен кәдімгі жындардың өзіне тән кәдімгі табиғат заңдылығымен кәдімгідей амалмен жинайды олар жасаса. Мінекей осы кезде жаңағы мына Иса пайғамбардың алып келген ілімі, мынау F-13 дейді, военный. Бұларды кәдімгі перегонка жасап, қазіргі көрінісі мына Қытайда иммунитет деген координатта бар. Бұларды қазір өзіміздің тілімізде Қытай деп айтамыз. Осы Қытайда қазір мынау аспалы жолдар салынып жатыр. Исаның көкте дейтін себебі сол. Егерде Исаны несі қайсы десе, анау уже телепортациялық тамыр технологиясы. Бұл жерде перегонка измерение жасалып, мен 13-ші роликте көрсеткен оқ. Адамды уже оқтың ішіне салу керек. Уже сондай бір зымыранды нелер келеді, бірақ мынандай кәдімгі отпен жалынмен ұшпайды. Тек перегонка деген кезде түсінікті ғой, кәдімгідей адамның өзіне шақталып сондай бір кабиналар жасалады. Соның жолымен зымырайтын бір 1000 шақырымдық 700-800 сағатына сондай жылдамдық алатын, жолдан шықпайтын кәдімгі тамыр технологиясы деп аталады. Сондай нәрселер жасалу керек Исаны. Енді мәдет жерден шығады деп отқаны бұл көпшік мұжайындар. Клонирование дейді. Сонан кейін мынау серия перевозка дейді. Жаңағы Исаның жолымен рухтану. Яғни қыз баланы былайша айтқанда көпшікті конструкцияның ішіне түтікше арқылы түсіру. Жыныстық қатынас, дистанционный трансформация, бесконтактный плодство дейді. Одан кейінгісі үшінші түрі бар, бұл некелесу. Некелесу шариғаттың корень сақтап қалу. Мінекей бұл жердегі мынау клонирование деген сөз не себепті? Бұл Інжіл тарапына берілген. Мына қыз бала жертва болып кетіп, солардың ойыншығына айналмас үшін жасаған. Бұл жердегі жаңағы мать суррогатство дейді. Одан кейін жаңағы түтікше арқылы жасау. Қазір мына эко деп айтып жүр ғой. Мына осы арқылы уже мүшелерді жинау, қыз баланы толық мәнерінде планетарный масштабта эволюция, адам жолында қорғап қалу мәселелер туындайды.
Енді бұл жерде жаңағы анау көбісі осыны насихаттаймыз деп мына қыз баланы құрбандыққа беріп қоймас үшін осындай амалдармен бұның бәрі қорғалған. Бұның жалпылама түп сипатын білу керек.